рахмет. Ақболтада құдаша рахмет. Бірінші мамыр көп адам үшін мейрам болса, мен үшін енді кішкене жылайтын күн. Себебі бүгін әкемнің туылған күні. Бүгін Ақерке досымның да әкесінің туған күні ғой. Жаңа әкесін барып құттықтап, қуантып жатыр ғой. Көріп қуанып жатырмын да, әкең тірі болғаны қандай жақсы. Қарайып әйтеуір жүргені қандай жақсы қатармен бірге, иә. Әкеңді сағынған кезде бір әкеңе апарар жол үй емес мазарат болғанда. Ертең Алла нәсіп етсе Құран оқиық деп жатырмыз үйде. 5-6 адамның басын қосып, шелпегімізді пісіріп, бір қойымызды сойып. Ұйқымнан деп ерте сағат 4-те тұрдым. Бүгін айналайындар. Жалпы менің түсінігімде, менің өмір сүру графигімде жалпы таңертең деген нәрсе жоқ. Менікі түстен кейін кеш түн боп бөлінеді. Сондықтан таңғы уақытта мені іздеп мүлде әуре болмаңыздар. Мына ағашқа ғашық болып жатыр, аңғарсаңыздаршы, не деген әдемілік. Еще түсі жандай бір қанық жасыл емес дашы, бір көшті. Тастардың аппақтығына ғашық болып жатқаным ше. Біраз кісі сұрапты да, қайдан алдыңыздар деп. Мен білмеймін, қыздар, бұны қайдан алған ше, Сарыбай әп келді ау деймін. Әбей. Өзімнің 5 күшігім аздай. Көшті болып тұр. Мыналар ертең жел болған кезінде деймін да, жан жаққа қоқымай мекен, мусор боп. Мынандай төсеп қойыпты да мыняқа. Мыналарды Құдай қаласа сүртіп жуып аламыз бір күні. Сағат 5-те емес 3-те тұрған күні. Ремен тақпауды абырой көретін жастан өтіп кеттік ау демек, дешевый понттан. Әй, жаман айтпай жақсы жоқ, айтқан жерден аулақ, резко тоқтап қаса, баспай мына лобовойға қадалмауыңдан сақтайды ғой бұл. Әй, жалмауызға да жан керек, 5 бала шаға бар, айналайындар. Бетім қазақтың даласындай бетпақтала болып жайылып жатыр, бірақ бар ғой бүйтіп қатты тартып күлсем ямшыға шығады екен. Бетінде ямшыкысы бар қыздар сүйкімді келеді деген сөзге қатты еліктеп атқан сенің құрбың. Қатты тартасың, бірақ даганса ше. Сәл ізі. Әй, даяқты екеу екен сүйкімдікменен қалды осы жерде болды. Әй, жер басып жүрген жұмыр басты пенденің жаратқанға айтатын зары таусылмаған. Асан қайғының зарында етіп зарлып, көзімізді жасқа толтырып, етегімізді жасқа толтырсақ та, әй, сенің, менің, оның туғаннан, туысынан, әкесінен, шешесінен мықтылар да мына өмірден өтіп кеткен. Қаражар ешкімді ұмыт қалдырмайды, кезегімен жалмай береді. Дәм түзі таусылған уақытта. Жыласақ жылап отыра береміз, одан келер пайда жоқ. Тек қана Құранмен ғана о дүниесін біз жеңілдете аламыз. Бәріміз кетеміз, құр Аллахан келдік, құр Аллахан кетеміз. Артынан баратын тек қана Құран. Және осы өмірде жасаған игі амал. Тірімізде жақсылық жасайық. Және осы өмірден өткен ата бабамызға Құран бағыштап, сол біздің жасап жатқанымызды көрген ұрпағымыз ертең бізге соны қайталап жасайтындай етіп, Құранымызды бағыштап, әрмен қарай өмір сүрейік. Машинадан түсем, мына жігіт тұршы, осы жігіттің менде бір ой бар сияқты, мен аңды жүрт жаташы. Айбай! Күйеуіңіз бар ма? Соғыстың. Бағасын ба? 5 балам бар.
Осы баланың менде бір ой бар сияқты ше. Сұлуға сұлу қарашы, жүрсін өзің қарашы. Эбей, әне. Ұрсып, қырлысып келе жатырмыз екеуміз. Бір нәрсе алу керек еді, ертең барайық деді, мен бүгін барайық дедім, в общем. Адамның ойын, планын бәрі бітшін шығарады, тұра салып ше. Аяққа барамын деп, бармай көр сосын. Қабағы үйін сол күні үйде соғыс жаза жүре ма? Үнсіздік деген соғыс. Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш. Біз фальсафа бастаймыз. Ойы құнды болған соң, қайта қонаққа шақырып отқан. Біздің Роза Әлқожа. Қорқыныш сені жеңіп бұғып жүргенше, сен қорқынышты жеңіп күліп жүр. Өмір өзгермейтін мектеп. Ал уақыт ең әділ ұстаз. Бірақ ол алдымен емтихан алады. Содан соң сабақ береді. Адам қанша құнды кітап болғанымен, әріп танымайтын адам үшін бәрібір құнсыз. Әлемді Құдай жаратқан, қалғанын Қытай жаратқан деп, Қытайға жете алмай жатырмын ғой. Қытайға жетсем, мынандайлардың шекесінен шертіп тұрып ше. Ақшаның бетіне қарамай, юанымен төлеп, үйдің ішін толтырып алады немше. Ойбай, китайский ма деп, бір кісі оқып қалатындарың бар, біздерді. Ойбай, мынан қараңда бетеді. Блогерлердің барлығы Қытайдың затын әкеп сатып дейді. Европада туылып, Францияның әтірін жеп, французский завтрак жеп, Италиядан киініп жүрген адам құсап әңгіме айтпаңдаршы, үйімдегі 5 саттың салда, біреуі Қырғызстан, бала-шағамның киімі, пеленкасы Қырғызстан, өзімнің киіп жүрген халат-палаттарым үйге киетін Өзбекстан, қалған Түркия, Қытай ғой. 5 саттың 4-еуі осы ғой, басым көпшілігі Қытайдан тұрады. Өйтіп кісі оқып қаласыңдар, Мына үйімде не зат бар, бәрі Қытай. Мынаның бәрі Қытай. Мынаның бәрі Қытай. Мына диван, люстра, стол, орындық бәрі Қытай айналайындар. Бала-шағамның 1-2 ішетін витаминдері бар, олар Қытай мысалы. Менің еще ағза тазалайтын шөп шәйлерім бар, барлығы Қытай. Ойпырмай. Өзі бұлай болған ғой. Қытайдың бар ең арзан нәрселерін әкеледі да, біздікілерші. Ең арзанын. Мына бір бетке жағатын крем 2000 теңге десе, қымбат бізге 1000 теңгеден бер дейді. Олар жоқ десін ба, алдына кеп тұрған адамды. Біздің қазақтар сияқты, болмайды, келсе алмаймыз демейді ғой. Болды дейді, болды. Сол качествосын 2000 теңгенің затын, качествосын 1000 теңге қып істеп береді, болды. Сөйтіп құртқанбыз да өзімізде. Барып ең арзандарын ақ келеміз. Сөйтіп китайский дейді оны алған халық. Қызы қызғалдақ, мамасына пызғалдақ, өзі қызғалдақ, мамасына күнғалдақ. Мамасының күні, мамасының түні, мамасының пүні, мамасының жүні десе. Мамасы, әкесі екеуі қызға осындай сыйлық әкелді. Қыз деген нәзік болады, қыз деген әдемі болады. Қызға уақытымен осындай сыйлық жасап тұру керек. Түрі сәл әдем болса, не істейді екенбіз? Түрі сәл әдем болса. Ашамыз қазір тұра тұр. Біздің қызымыз розовый түсті жақсы көреді. Бөлмесі розовый, киімдері розовый. Тырнағын көрсетші сосын. Міне. Үйт көрсетпесе, тырнайтын адам құсып, бүйтіп көрсетсе, қыз сияқты бүйтіп. Тырнағы розовый. Соған мынандай бөлмесінен әдемі иіс шығып тұратын, осындай гүл әкеп берді әкесі мен анасы қызға. Бөлмең апарып қойында әдемі иіс шығып тұрады қызым. Иісі таусылайын деп қалғанда солсын сеуіп тұрасын, Бізде мынау балалардың туалетінде ешқандай терезе жоқта. Соң кейін памперс қап кетеді ішінде ше, көтен жуып дұрыс ағызбай кетеміз, сол кезде бір арома иіс шығады.
ойбу демалмай кіріп демалмай шығып кететін деше. Соған осындай әдемі иіс шығаратын дүние алдым. Мынандай пульті бар екен, сол пультімен қосып қояды екенсің. Именно туалеттің ішіне ғана 12 квадрат, 15 квадрат жерге ғана жетеді екен. Сондай алдым, в общем, ұлдардың бөлмесіне. Бар, апар, сасымай, бықсымай, әдем болып жүріндерші. Төгіп алмай, ей. Ішіне құйып қойдым уже, төгіп алма. Фонаригімді қосып түсірейші. Просто мынау жылтырап тұрды, ше былай камерамен түсірсем дым жылтырамай жатыр. Мынаны, в общем, жаңағы телевизордың жанында полкаға қоям. Мынау типа кітап ұстайтын держательдер ғой. Мәні ауыр ше. Мынау ортасына бит кітаптар қойып аласың, кітаптар қойып қоясың да, екі жағынан ұстап қоясың, қыстырып қоясың. Декорға өте әдемі екен. Осындай келдім. Ал мынау мынандай молекулада бұған да осындай ортасына кітаптар қойып, екі жағына былай держатель қойып қоюға болады. Как бұл жаңағыдай декоративный заттар ғой. Жалпы кез келген үйдің әрін ашатын сондай декор заттар ғой. Мен ана босанардың алдын Қытайға бір барып келем де, бәрен көтеріп келем сол жақтан деп ойладым ғой. Қайда оған барамай қалдым. 5-ші баладан кейін қирап қалдық қой, айналайындар ау. Неда Қытая болып. Соны енді бағасы дұрыстау жерлерден енді біртіндеп алып жатырмын. Негізі, міне. Осылай кітап ұстап тұрады. Тағда көбірек кітаптар қойға болады. Зорей! Өзіме ұнап тұр, кішкентай нәрсеге болсын, қуанып үйренейік, айналайындар. Өмір бақытты болудан тұрмайды, бақытты сәттерден тұрады дейді. Болды. Осы гүлдағаным үшін бүгін мен бақыттымын. Артынан свет жанады. Светімен бірге зор. Кешкі ас, 5 бармақ, 7 шелпегіміз бар. Қазір өзіміз отырып Құран оқиын деп жатырмыз. Асымызға адалдық, басымызға амандық берсін. Біз негізі андай далада біз ана үйдің арт жағында менің фотосессия жасап жүрген жерімді байқасаңыздар, сол жерде андай төртбұрышты нәрсе бар ғой. Ол төртбұрышты нәрсе ол негізі тапшан, ол жерде андай кәлән шегіп, кешкісін Сарбай екеуміз бала шағаның у-шуынан демалып сияқты шай ішіп, бір стаканға немізді құйып алып бит соғыстырып отырып ішетін жеріміз. Сол жерге негізі мебель алуға бардық, ол мебелімізді таптық. Сарбайым кішкене менің кірпияздау ғой. Сөйтіп 2 түрін таңдады, 3 түрін ба, солардың ертең 2-шеуін де алып келетін болды. Сөйтіп соның ішінен бәрін қойып көреді, ұнағанын сосын алады. Қатымын ғой, әйтеуір жыбырлап жүріп керек қой деп. Анау алайын десең бәрі қымбат, алмайын десең бәрі керек деп. Мынандай қорап қалған гүл алдым, ойбу, андай декор, мекор дегенге жоқ едім, сондайларға назар аударып жатырмын. Әйтпесем мына полканың бәрі пустой тұрды. Бос болып қаңырап. Соң осындай нәрсе алдым. Кеше Ақерке досымның үйіне барған кезде менің мынау красавица 001 қызыма құлағына алтын сырға тағып жатыр. Ей, бұл қандай сырға? Нормальный сырға ма? Әлде сенде қыз бар, менде ұл бар деген сырға ма? Қазақта 5 құда деген болады деп анерді неғып алдым, ажыратып алдым барлығын. Ондай емес, кәдімгі үйге қош келдің деген сырға екен. Содан кейін қуыс үйден құр шықпа деп мен келем дегенше үйге осындай коляска кеп тұр ғой. Зор екенше биек жатады екен да бала. Рахмет досым, тойда қайтсын ей. Ақеркегім. Төркіні жақынның төсегі жиылмайды дейтін еді. Бұл төсектің жиылмауы төркіннің жақын алыстығына байланысты емес екен ғой. Қатынның салақтығына байланысты екен ғой қалғым. Бүгін бәрі жиналады. Ей, күте тұрыңдар сәл. В общем, мынау үйдің алды ғой. Мынау үйдің жаны. Есіктен кірген кезде даладағы соған мынандай алдық, айналайындар. Құтты болсын айтпайсыңдар ма, неғыза? Жумаймыз ба? Үсті күтіп отырасыз ба мені? Bir жаққа баратын кезде? Ой, bir жаққа баратын кезде мен бірінші тұрамын ғой. Сен тұрасың ғана 4 тал шашыңның. Екеуін жанға қайырып, екеуін артқа қайырып. Бұлай үйден кірген кезде мына осындай жер болды енді, в общем. Мама, бақытым көтере алмай жатырмын десең, качеляға бола. Мына жерге андай сок, пок, пепельница бір нәрселер қойып қоям. Шошқалар. Уже мынандай қиған ба? Аяқ киіп. Бір ай жыртылмай аман есен тұрса, сол үлкен қуаныш біз үшін. Тоңазытқыш холодильниктің ішін реттеп жатырмын. Мынаның ішін ашсаң, ішіндегі бардақтан
адасып өлесің. Бір қарның ашып бір нәрсе же қояйын десең жейтін ештеңе таппайсың ғой. Бәрін көзін құртып жатырмын жемейтін заттардың. Әй, мынау кешегі алғанымыз бүгін бір жарықта көрсетіп қояйын деп жатырмын. Бүгін Карина қыз, білесіздер ғой, біздің қызда деген демалыс жоқ, мереке деген жоқ. Таңғы сағат 6-та тұрып алады. Соғызды емізіп жатып, қайтан ұйықтап қалатын. Бүгін білмеймін, қонақ күтетін болғаннан кейін ба ұйықтамадым. Содан әлі жүрім. Қазір базарға барып келейін деп жатырмын. Базарға барып келгеннен кейін Алла нәсіп етсе тамақ жасаймын. Осындай в общем. Балаларға күшті надай әйтеуір түнімен біраз уақытқа дейін салқын болса да үйге кірмей отырды осыда таласып. Рысбалхан бүгінгі базарға киіп бара жатқан образыңыз қанша тұрады? Сен таппақ қойғасың, мынау образ ба мынау? Сен андай бір ше, күнде бір айнаның алдында 2 сағат таранып, 3 сағат сыланып, киімін былай киіп көріп, былай киіп көретін бір блогерлерге кетші берсің жұмысқа. Менгі мына тізесі алдына 2 метр шығып кеткен, өзім магазин шалбары, өзім магазин кофтасы болды. Мен ондай нәрсе күтпесін. Мен киімді вообще үтіктемеген, маған таза болса болды, ыңғайлы болса болды. Үстімде жіп боп бұтымнан түсіп қалғанша киім киімдерді. Что нәрсе болмайды, сұрақ қойма маған.